Баршаңызға қайырлы күн. Әне-міне дегенше мұсылмандар үшін қасиетті болған Рамазан айы да келіп қалды. Қасиетті Рамазан айында балиғат жасқа жеткен дені сау әрбір мұсылман баласына ораза ұстау парыз болып саналады. Оразаның адам ағзасына қаншама пайдасы жайлы білеміз бе? Білмесеңіз, осы видеоның соңына дейін көріңіз, оразаның ағзамызға пайдасы жайлы айтатын боламыз. Жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Ораза адам организмдегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат ішіп жеуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенді жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмін тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Қандағы қан түлесін барынша төмен мөлшерде түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда ұйқы безіне ауыр тиіп жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, адам бойындағы қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Ауыз бекіту арқылы қант ауруын емдеу процесі былай жүреді. Пациент 3 апта бойы күніне 10 сағаттан 20 сағат арасында ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай, қант ауруын емдеудегі өте ұтымды жол екенін медицина дәлелдеп отыр. Артық салмақтан арылуға әсер етеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзақ уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмағаны жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеліп соғады. Ауыз ашарда тек құрмамен ашқан дұрыс деп саналады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамына тез тарайды да, сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезеді. Сонымен қатар құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Тері ауруларына пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсері бар. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды. Яғни терідегі су құрамы да кемейді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлануы мен аллергиядан жазылуына да оң әсерін тигізеді. Тұз байлану ауруына әсер етеді. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдермен көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамадан тыс тамақ жегенде бұлшық еттердегі протеин құрамы тым көбейіп, бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқтағы үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұз байлану ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп, қызарады да ауырта бастайды. Сондай-ақ қандағы несеп тұзының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналады және тұнады. Бұл процесс ақырында бүйректе тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытқа ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол болып саналады. Қан қоюлануының алдын алады. Көптеген мұсылман және мұсылман емес ғалымдар ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтумен қатар холестерин мөлшерінде бәсеңдететін жарыс айтады. Холестерин дегеніміз қан тамырларына тұнатын зат. Денедегі майдың құрамы көбейген сайын холестерин мөлшері де ұлғаяды. Бұның арты артеросклероз дертіне және жүрек пен мидағы қанның қоюлануына әкеп соғады. Егер біз тамақ көп жеуден тыйылып, айына кем дегенде 3 күн ораза тұтып жүретін болсақ, бұл дерттерге шалдығу ықтималы бәсеңдей түсетіні анық.
адам ағзасын улы заттардан тазартады. Қазіргі кезде тағам өнімдерін ұзақ мерзімге сақтау үшін құрамына химиялық қоспалар қосатыны белгілі. Бұл өнімдер адам асқазанына түскен кезде улы заттарға айналып, денедегі майдың ішіне сақталып қалады. Адам ұзақ уақыт тамақтан тыйылуы әлгі майдағы улы заттардың еруіне әкеледі. Оған қоса, адам организмін улы заттардан қорғауға жауапты. Бүйрек, бауыр сияқты ағзаларға өз функцияларын атқаруға көмектеседі. Сондай-ақ ауыз бекіту кезінде дұрыс тамақтанып, артық тағамнан бас тартатын болса, бұл организмнің иммунитетін күшейтеді. Ас қорыту жүйесі демалады. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің демалуына мүмкіндік береді. Дегенмен адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесін жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Бірақ бір ескерте кететін жай, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлуді тоқтатпайды. Яғни асқазанында жарасы бар адам ауыз бекіту кезінде абай болуы қажет. Жағымсыз тәуелділіктерден арылтады. Жағымсыз тәуелділіктер десе алдымен көз алдымызға түтіні бұрқыраған темекі келеді. Сондай кісілер үшін Рамазан айы арам әдеттен арылуға таптырмайтын кезең. Бұлардан арылу алдымен адамның өзіне байланысты. Рамазан айы тек ауыз бекітіп қана қоймай, сондай-ақ жаман сөздерден, ұсқынсыз әдеттерден, жағымсыз тәуелділіктерден арылуға көмектесетін мүмкіндік айы. Арыла алмай жүрген жаман әдеттеріңіз болса, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Қан қысымын түсіреді. Бас ауруына пайдасы бар. Ауыз бекіту қан қысымын түсіруге және қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытқа тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организм денедегі маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондай-ақ адам бойындағы тамақ құрамы және адреналин сияқты гормондар азаяды. Мұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне әкеледі. Қарап отырсақ, Алла тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы тек ақыретімізде емес, осы дүниеде де деніміздің сау болғанын қалаған екен. Расында бізге жаратушымыздай мейірімділікті, шапағатты ешкім көрсете алмайды. Ендеше біз ауыз бекіту арқылы ақыретімізге азық жинауымызбен қатар осы дүниеде озады екенбіз. Алла ұстаған оразаларыңызды қабыл қылсын. Осы видео пайдалы болса, ораза ұстаған достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.